Меру, бычтын чыгарып қой. Иә, бірақ та болған жоқ қой әлі. Қайтадан ремонт жасаймыз ба не? Уақыт болып қалды, давай жаным. Алғыштың бер. Жаным, менде құрма бітіп қапты. Балалар жеп қойғанға байқамай қалыппын. Кетші құрма жоқ па не? Иә, жоқ. Не болды мынау? Вообще құрма жоқ па? Мен барып келе салайын онда. Байқамай қалам ғой, балалар жеп қойған. Жоқ, болып деймін, сол үшін қазір жүгірмей ақ қойын. Қара сумен бірдеңе қылсаң, сен Алла тағала қабыл ететін шығар. Құрмасыз ашуға болмай ма не? Болмайды, конечно. Қойыңызшы, мен талай оразаны сумен аштым. Біразын сумен аштың ба не сен? Не, ол қабыл болмай ма сен? Конечно, қабыл болмай. Конечно, ауызды оразаны құрмамен ашпасаң қабыл болмай қалуы мүмкін. Қойыңызшы сонда, ол оразаның бәрін қайттан ұстайын ба мен? Иә, қайттан ұстайсың. Әкелен тамақ. Тамақ ішіп бар оқимыз намазды. Че, манты істемедің ба не? Бүгін көрдіңіз ғой, манты істейтін уақытым болмады. Не құрмаң жоқ, не мантың дайын емес. Бычыт қылдың ғой, бүгін қауза шарды. Ренжімеңізші енді. Ертең жасап берем мантын. Қайтып ренжімейсің, кәдімгідей. Қабыл бола ма, қабыл болмай ма, құрмасыз бір не еще мантың жоқ. Ортаймайын. Қалжында ба демешін. Шүр осығанда, ештеңе жоқ. Құрмасыз қабылмайды деп қайқы жағым. Сен Әлихан Бөкейхановтың аузын қара сумен бекітіп, қара сумен ашқан жайында роликті көрмегенсің ғой, мен асыларынан, е? Жоқ, көрмедім. Менің істеген нәрселерді көрмейтін болсың ба? Жоқ. Бізден қойып берейін. Нені тыңдашы ма? Әлихан Бөкейханов атамыз түрмеде жатып Ахмет Байтұрсыновқа хат жазады. Хатында: мен бүгін аузымды қара сумен аштым. Бекітуге ештеңе таппаған соң қара сумен қайта бекіттім деген екен. Біздің ата-бабаларымыз осындай жағдайда ораза ұстаған ғой мен. Қазіргі жағдайымыз альхамдулилля ғой. Ол кезде айтпағанда 90-шы жылдарының өзінде бұндай жағдай жоқ еді ғой негізінде. Қазіргі жағдай деген альхамдулилля ғой. Мынау не істегенсіңдер? Жат. Маликаның компьютері ғой. Құрмадан жасалған айтпашы, сол құрмадан жіберсеңіз болады. Көңіл көтеріліп дауысың ашылып қалды ғой, құрмадан жасалған. Сөйтіп айтпайсың, құрмадан жасалған компьютер бар деп айтсаң, осымен жасалған ғой. Көрдің бе, құрмадан жасалған компьютер жеп отырмыз ғой біз. Құрманың өзі болмаса да. Субханалла. Есі жоқ дейсіңдер. Осын істеп құрт тастаған шығар, наверное, құрманы. Иә, Бісміллә. Жемаған мынау, е? Иә, өте дәмді. Машалла. Қалай ұсынды, қалай ұсынды? Таза, табиғи компьютер, пайдалы дәндер мен құрма арасында. Ютубқа түсірдіңдер ме бұны? Иә. Ютубтан көресей, е? Иә, сол жақтан көріп аласыз. Жестеп тыңдашы, күшті екен, е? Машалла. Егер шүкір етсеңдер, нығметтерімді арттырамын. Ал күпірлік қылсаңдар, біліп жүріңдер, азабым өте ауыр болмақ.